Қытай Қазақстанның барлық өнімін алуға дайын, әсіресе көрші мемлекеттің елімізде өндірілетін азық-түлік өнімдеріне деген қызығушылығы жоғары. Үкімет мүшелерімен өткен ауқымды баспасөз мәслихатында бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Оның айтуынша, қытайлықтар өсімдік майы, кондитерлік тауарлар мен мал шаруашылығы өнімдерін Қазақстаннан алуға дайын. Бұл бағытта келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ал әзірге аспан асты еліне астық жеткізу мәселесі шешілген. Бақытжан Сағынтаев елдегі азық-түлік бағасын негізсіз қымбаттатпау мәселесінде бақылауда ұстайтынын айтты. Егерде мысалы монополиядан жоғары баға кетіп бара жатқан болса, бір-бірімен келісіп алып, бар ғой мысалы сговор дейді, бір-бірімен келісіп алады да, бір қалада болмаса бүткіл Қазақстан бойынша сөйтіп бір күннің ішінде бағаны өздері жіберіп жататын жағдайлар болады. Осы жерде біз негізгі өзіміздің антимонополиялық құрылымдардағы өзіміздің инструменттерімізді пайдаланатын боламыз. Ал қаржы министрі ұлттық қордағы қаражат алдағы 2-3 жыл көлемінде таусылады деген кей сарапшылардың пікіріне жауап берді. Бақыт Сұлтановтың айтуынша, қордағы қаржыға ондай қауіп төніп тұрған жоқ, және ондағы бар ақшаны тиімді жұмсауға бағытталған арнайы тұжырымдама бар. Есть определенные ограничения и лимиты. Нақты шектеулер мен көрсеткіштер бар. Біз оларды қатаң сақтаймыз және ұлттық қордан қаржы алатын кезде сол талаптарды ұстанамыз. Мәселен, биыл ұлттық қордың қолданыстағы тұжырымдамасы бойынша тек 8 миллиард доллар көлеміндегі қаржыны кепілдендірілген трансферт қаражаты түрінде аламыз.